Рамазанға қалай дайындаламыз? Рамазанға арналған 16 кеңес. Бірінші, қазірден денсаулығыңызды реттеп алыңыз. Өйткені ораза кезінде иммунитет түсіп, әлсіреп қалуыңыз мүмкін. Ораза сапасына денсаулық әсер етіп қалмасын. Витаминдеріңізді ішіп дайындалыңыз. Екінші, Құран оқуды әдетке айналдырыңыз. Өйткені бір жыл бойы Құран оқымай жүріп, аяқ астынан Құран оқып кету адамның нәпсісіне де ауыр тиеді. Біз оразада әдеттен арыла алмаймыз, сондықтан Құран оқуды әдетке айналдырыңыз. Үшінші, адамдар екі түрлі болады. Біріншісі ол ортасын өзгертетіндер, екіншісі орта оны өзгертетіндер. Ал сіз қай типтегі адамсыз? Егер сізге орта әсер беретін болса, қазірден бастап тақуа, яғни сіздің оразаңыздың сапасына ең әсер ететін адамдармен араласып бастаңыз. Өйткені олар сіздің оразада күнәдан тыйылуыңызға себеп болады. Төртінші, Рамазанда ауызашар жасайсыз ба? Егер жасайтын болсаңыз, қазірден бастап күніңізді белгілеп алыңыз. Және шақыратын қонақтарыңызға ескертіңіз. Себебі Рамазан айында ауызашар көп болады. Және сізді арнайылап шақырған қонақтарыңыз сол күні бос болмай қалуы мүмкін. Бесінші, Рамазандағы кедергілер. Алдыңғы жылы Рамазан айында қандай кедергілер болды? Соларды тізіп шығыңыз. Рамазан айына дейін сол кедергілерді алдын алуға тырысыңыз. Өйткені өткен жылғы жасаған қателіктеріңіз биыл да қайталануы мүмкін. Алтыншы, Рамазандағы өзгеріс. Осы Рамазан айында қандай өзгеріс болғанын қалайсыз? Рамазан біткеннен кейін өзіңізді қандай адам ретінде елестетесіз? Қадамдар. Бірінші, тәжвид ережесін бітіру. Екінші, күніне Құран оқуға осынша уақыт бөлу. Үшінші, күнәлі 3 әрекетімнен айырылу. Төртінші, Құран жайлы күнделікті бір уағыз тыңдау. Бесінші, Құранды үнемі аудио ретінде тыңдап жүру. Деген секілді сіздің нәтижеңізге қадамдарды жазып, соны іске асырыңыз. Жетінші, өткен жылға оразада сізді не қатты мазалап еді? Жұмысыңыз ба, отбасыңыз ба, денсаулығыңыз ба? Жоғарыдағы мәселелерді қазірден бастап шешіп, қазірден бастап келісімге келіп алыңыз. Мысалы, жұмысыңыздан уақытылы жібермей қою мүмкін. Ауызашарға бара алмай қалуыңыз мүмкін. Немесе ораза кезінде көп тапсырма беріп қалу мүмкін. Келісімге келіп, сол тапсырмаларды алдын ала жасап алыңыз, немесе Рамазан айынан кейін жасауға келісуіңізге болады. Сегізінші, сіздің оразаңыздың сапасының артуына не әсер етті екен? Өткен жылы қандай жерлер болды? Немесе қандай адамдар болды? Биыл да сол нәрсені қолға алып, оразаңыздың сапасын артатын адамдармен немесе сондай бір сәттермен өзіңізді қоршап алыңыз. Тоғызыншы, дұрыс тамақтану адамға энергия береді. Сол себепті дұрыс тамақтануды әдетке айналдыруыңыз керек. Бұл жерде қандай тамақ адамға энергия береді, қандай тағамдар энергия бермейтінін сақтап алыңыз. Себебі тағамның өзі сіздің оразаңыздың сапасына әсер етеді. Сондықтан ауызашарда жеген тамағыңыз сіздің тарауых намазыңыздың сапасына әсер етпесін. 10-шы, оқыған кітаптарыңыздың қайсысы сіздің иманыңыздың күшеюіне әсер етіп еді? Сол кітаптарды Рамазан айында да қайта оқып шығуға кеңес беремін. Өйткені Рамазан иманды қуаттап алатын, бір жылдық біздің азығымыз болатын ай. Сол себепті осы айда мүмкіндігінше иманыңызды қуаттап алуыңыз қажет. Кітаптардың тізімін жазып, сол кітаптарды бір оқып шығыңыз. 11-ші, Рамазан жақсы әдеттерді қалыптастыратын ай. Бірақ мына бір нәрсені ұмытпайық. Адам әдет қалыптастырғысы келгенде, ол көп әдетті бірден алып алады, бірақ алысқа шаппай қалады. Менің ұсынысым 3 әдетті өзіңізге қалыптастырып алсаңыз болады. Ол үшін ол әдеттің білімін, яғни сол жасап жүрген әдетіңіз қандай білімнен тұрады, соны біліп алуыңыз қажет. Қажетті орын, яғни қандай жерде жасалынады. Қажетті құралдар. Мысалы, таңертең ерте тұру үшін сізге оятқыш, яғни будильник керек болады. Немесе сіздің Құран оқуыңыз үшін лампа немесе сапалы Құран керек болады. Барлығын алдын ала дайындап қойғаныңыз абзал. 12. Рамазан айында қай мешітте боласыз?
қай мешітте тарауық намазын оқисыз, соны да бекітіп қойғаныңыз дұрыс. 13. Тағамдар тізімі. Рамазан айында ауызашарда дастарханда не болады, қандай тағамдар болады, тізімін жазыңыз. Себебі ауызашар беру ол біздің қаржымызға әсер етеді. Қазірден бастап біз дайындалып алатын болсақ, сол уақытта бізде біреуден қарыз алу деген немесе дастарханыңыз көңіліңізден шықпай қалу деген қиындықтар болмайды. 14. Рамазан айында ауызашардың уақытын да белгілеп алыңыз. Мысалы, осындай күн аралығында отбасымен деген секілді нақты қағидаларды бекітіп алыңыз. 15. Рамазан айында Құран оқитын жерді, уақытты және күніне қанша мөлшерде оқитыныңызды қазірден бастау қажет болады. Қазірден бастаса, әдеттің қалыптасуы оңай болады. 16. Ең соңғы берер кеңесіміз, ораза айт мерекесінде кімдерге қандай мөлшерде сыйлық беретініңізді қазірден бастап бекіткеніңіз жөн. Сонда сізде ешқашан асығыстық болмайды. Алла Рамазан айына аман-есен жеткізіп, жасаған құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Әмин.